Баршаңызға сәлем. Бүгін біз ірімшіктен бөрек дайындайтын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеоларды көру үшін сіздерге қажет болады. Алдымен жақсылап ірімшігімізді ұсатып аламыз. Мен шанышқымен жасадым, немесе блендермен де жасауға болады. Бір жұмыртқа, құрақ қант, яғни тростниковый сахар. Барлығын жақсылап қант ерігенше араластырып аламыз. Және банан қостым. Тұтас банан алсаңыздар да болады. Ал ендігі кезек лавашта менде осындай дөңгелек лаваш. Оны мен қайшымен үшбұрыштап қиып алдым, дайындап. Ірімшікті лавашқа орағаннан кейін ашылып кетпесі үшін осылай жұмыртқамен жағып ораймыз. Пешіміз 180 градус қызғанша дейін бөректерімізді табаға орналастырып аламыз. Орналастырып болған соң жұмыртқаны үстінен жағып шығамыз. Әдемілік үшін көкнәр немесе күнжіт сепсеңіздер де болады. Міне біздің бөректеріміз дайын болды. Қатты қыстырудың қажеті жоқ. Шамамен 25-20 минутта пісіп қалады. Келесі видео рецепттерімді жоғалтып алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар. Міне осындай керемет бөректер шығады. Өте тойымды, дәмді және ең бастысы бұл бізде дұрыс тамақтануға арналған бөрек болып шығады. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.